Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бүгін біз өте нәзік, бірақ миллиондаған адамды мазалайтын тақырыпты талқылаймыз. Бұл иш қату. Көпшілігіміз бұл туралы айтуға қысыламыз, бірақ денсаулығымыз үшін оны елеусіз қалдыруға болмайды. Иш қату дегеніміз, ишектің жұмысы бұзылып, нәжістің сыртқа шығуы қиындаған кезде пайда болатын жағдай. Егер сіз дәретханаға аптасына 3 реттен аз барсаңыз, бұл иш қатудың белгісі болуы мүмкін. Бұл жай ғана жайсыздық емес, бұл біздің ағзамыздың сос дабылы. Ол бізге бір нәрсенің дұрыс емес екенін хабарлайды. Иш қатудың себептері өте көп. Біріншіден, бұл біздің тамақтануымыз. Егер біздің рационымызда жасұнық, яғни көкөністер мен жемістер аз болса, ішекке жұмыс істеу қиынға соғады. Екіншіден, суды аз ішу. Су біздің ішегіміздің ең жақсы досы. Ол нәжісті жұмсартады және оның қозғалуына көмектеседі. Үшіншіден, аз қозғалатын өмір салты. Егер біз күні бойы отырсақ, біздің ішегіміз де жалқаулана бастайды. Стресс пен күнделікті уайымдар да ішек жұмысына тікелей әсер етеді. Сондықтан бұл мәселеге кешенді түрде қарау керек. Бүгін біз осы жағымсыз мәселені шешуге көмектесетін ескі, бірақ уақытпен тексерілген әдісті қарастырамыз. Бұл кастор майы. Көптеген адамдар бұл сөзді естігенде әжелеріміздің кеңесін еске алады. Расында да, халық медицинасында кастор майы иш қатуға қарсы ең танымал және тиімді құралдардың бірі болып саналады. Ол қалай жұмыс істейді? Оны қалай дұрыс қолдану керек? Және ең бастысы, ол кімге зиян келтіруі мүмкін? Осы сұрақтардың барлығына біз бүгін жауап береміз. Ендеше, денсаулығымызы бірге қамқорлық жасайық. Менің тәжірибемде иш қатудың созылмалы түріне шалдыққан көптеген пациенттер болды. Олар әртүрлі дәрі-дәрмектерді қолданып, нәтижесіне көңілі толмаған. Бұл жағдай адамның өмір сүру сапасын айтарлықтай төмендетеді. Іштің кебуі, ауырсыну, үнемі жайсыздықты сезіну. Мұндай кезде табиғи және қауіпсіз шешім іздеу өте маңызды. Кастор майы дәл осындай шешім болуы мүмкін, бірақ оны ақылмен және біліммен қолдану керек. Ең басты ереже өзіңізге зиян келтірмеу. Сондықтан, біздің бүгінгі бағдарламамыз сізге осы жолда көмекші болады. Енді кастор майының өзіне тоқталайық. Бұл не? Кастор майы, кастор коммюнис, немесе кенеден өсімдігінің тұқымынан сығып алынатын өсімдік майы. Оның түсі ашық сары, ал иісі мен дәмі өзіне тән ерекшелікке ие. Ежелгі мысырлықтардың өзі бұл майды тек шам жағуға ғана емес, сонымен қатар медициналық мақсатта да қолданған. Дәстүрлі медицинада кастор майы иш жүргізетін, қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын қасиеттерімен танымал. Біздің әжелеріміз оны суық тигенде, буын ауырғанда және әрине иш қату кезінде пайдаланған. Бұл табиғаттың бізге берген нағыз дәріханасы. Кастор майы иш қатуға қалай әсер етеді? Бұл өте қызықты процесс. Біздің ағзамызға түскенде, кастор майы аш ішекте ферменттердің әсерінен рицинол қышқылына ыдырайды. Дәл осы рицинол қышқылы нағыз сиқырды жасайды. Ол ішек қабырғаларындағы рецепторларды тітіркендіріп, олардың жиырылуын, яғни перистальтикасын күшейтеді. Қарапайым тілмен айтқанда, ол біздің жалқау ішегімізді оятып, оны жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Сонымен қатар, бұл қышқыл ішекте судың жиналуына ықпал етеді. Бұл нәжісті жұмсартуға көмектеседі. Нәтижесінде, ішек ішіндегі массалар жұмсарып, ішектің белсенді жиырылуының арқасында оңай қозғала бастайды. Бұл процесс өте жылдам жүреді. Кастор майын ішкеннен кейін әсері әдетте 2-6 сағат ішінде байқалады. Сондықтан оны ұйықтар алдында ішуге кеңес берілмейді, әйтпесе түніңіз мазасыз өтуі мүмкін. Оны демалыс күні немесе үйден шықпайтын кезде қолданған дұрыс. Бұл, жедел жәрдем сияқты жұмыс істейтін күшті құрал. Бірақ оның күштілігі, оның қауіптілігі де болуы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Ең маңызды сұрақ, кастор майын қалай дұрыс және қауіпсіз қолдану керек? Мұнда нақты ережелерді сақтау өте маңызды, себебі дұрыс емес мөлшерде қолдану зиян келтіруі мүмкін. Ересек адамдар үшін стандартты мөлшер бір ас қасық, яғни шамамен 15 мл. Кейбір жағдайларда дозаны 30 мл-ге дейін арттыруға болады. Бірақ бұл тек дәрігердің кеңесімен жасалуы керек. Есіңізде болсын, көп жақсы деген сөз емес. Артық мөлшерде қолдану қатты диареяға, сусыздануға және электролиттердің теңгерімінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Кастор майын аш қарынға ішкен дұрыс. Оның жағымсыз дәмін жеңілдету үшін, оны апельсин немесе басқа да цитрусты шырынмен араластыруға болады.
Мысалы, жарты стакан шырынға бір ас қасық май қосып, жақсылап араластырып, тез ішіп жіберіңіз. Шырын майдың жағымсыз дәмін басып, жүрек айну сезімін азайтады. Әсерін 2-6 сағат ішінде күтіңіз. Сондықтан бұл процедураны жоспарлаған кезде сіздің үйде және дәретханаға жақын жерде болатыныңызға көз жеткізіңіз. Бұл сізді күтпеген жағдайлардан сақтайды. Кастор майын үнемі қолдануға қатаң тыйым салынады. Бұл тек жедел жәрдем ретінде қолданылатын құрал. Оны бір аптадан артық қабылдауға болмайды. Неліктен? Себебі ішек осы сыртқы стимуляторға үйреніп қалуы мүмкін. Нәтижесінде ол майсыз өз бетінше жұмыс істеуден мүлдем бас тартады. Бұл жалқау ішек синдромына әкеледі. Бұл іш қату мәселесін одан сайын ушықтырады. Сондықтан, кастор майын тек бір реттік немесе қысқа мерзімдік шешім ретінде қарастырыңыз. Созылмалы іш қатуды тамақтануды және өмір салтын өзгерту арқылы емдеу керек. Кастор майының пайдасы мен зиянын таразылап көрейік. Пайдасы, әрине оның жылдам және күшті әсерінде. Ол іш қатудан тез арылуға көмектеседі. Бұл әсіресе қатты қиналған кезде өте маңызды. Бұл табиғи өнім, химиялық қоспалары жоқ. Сонымен қатар, ол қолжетімді және кез келген дәріханада сатылады. Бір реттік көмек ретінде ол өте жақсы құрал бола алады. Мысалы, саяхат кезінде немесе тамақтану режимі өзгергенде пайда болған уақытша іш қатуды жеңілдету үшін қолдануға болады. Бұл оның басты артықшылықтары. Алайда, жағымсыз әсерлері де бар. Ең жиі кездесетіні іштің қатты ауыруы, түйілуі және жүрек айнуы. Бұл ішектің тым белсенді жиырылуынан болады. Кейбір адамдарда аллергиялық реакциялар туындауы мүмкін. Ең басты қауіп, оны ұзақ уақыт қолданғанда сусыздану және электролиттердің, яғни калий мен натрийдің жоғалуы. Бұл жүрек жұмысына және жалпы денсаулыққа өте зиян. Сондықтан, кастор майын қабылдағаннан кейін көп мөлшерде су ішу маңызды. Оны ақылға қонымсыз пайдалану денсаулыққа пайдасынан гөрі зиянын көбірек тигізеді. Менің бір пациентім, жас келіншек, тойдан кейін тамақтану тәртібінің өзгеруіне байланысты іш қату мәселесіне тап болды. Ол қатты қиналғаны сонша, дәрігерге баруға да ұялды. Ол интернеттен кастор майы туралы оқып, оны өз бетінше қолдануды шешті. Бірінші рет ол көмектесті, бірақ ол оны күнделікті әдетке айналдырды. Бірнеше аптадан кейін ол ішінің үнемі ауыратынын, әлсіздікті сезінетінін байқады. Дәрігерге қаралғанда, оның ағзасында калий тапшылығы және жалқау ішек синдромы басталғаны анықталды. Бұл мысал өз бетімен емделудің қаншалықты қауіпті екенінің айқын дәлелі. Қорытындылай келе, қымбатты достар, денсаулыққа қатысты ең басты ереже зиян келтірме. Кастор майы іш қатумен күресуде тиімді құрал бола алады. Бірақ ол тек қысқа мерзімді жедел жәрдем ретінде ғана қолданылуы керек. Оны қолданар алдында, әсіресе сізде созылмалы аурулар болса, немесе сіз жүкті болсаңыз, міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер сіздің жағдайыңызды бағалап, ең қауіпсіз және тиімді емдеу жолын ұсынады. Мүмкін, сізге жай ғана рационыңызға көбірек жасұнық қосу, немесе көбірек су ішу жеткілікті болар. Өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Өзіңізді күтіңіз және сау болыңыз.